Конституция деген негізі мемлекеттің негізгі заңы. Конституция негізінен халықтың ой, пікір, мақсатына қарай, солардың орындалуына қарай жасалу керек. Біріншіден, әрбір Қазақстанның тұрған азаматы өзінің конституциялық құқын қорғауға ерікті болу керек. Екінші, Қазақстандағы мемлекеттік тіл қазақ тілі болу керек деп мен ойлаймын. Ал басқа да ұлттар біздің Қазақстанда тұрады ғой, олардың да тіліне еркіндік беру керек. Олар тілді керек жеріне пайдалансын. Солай болу керек деп мен ойлаймын. Мемлекеттік тіл қазақ тілі болсын, басқа тілдер, басқа ұлттар керек жерінде басқа тіл керек бола ма? Керек жерінде басқа тілдерді пайдалануға мүмкіндік болсын. Қазақстан халқын 15 наурызға референдумнан бір ауыздан